Ассаламу алейкум. Зефирка сөмкесін тоқимыз. Ол үшін бізге 5-7 номерлі 2 ілгек, 2 трикотаж жібі және осындай фурнитуралар қажет. Бір жағы міндетті түрде ашылатындай болсын. Осындай замок қажет. Бисмиллах деп сөмкемізді бастаймыз. Ол үшін номері 7 ілгекті алып, жіпті іліп ала отырып, 21 рет тоқимыз. Енді екінші қатарымызды тоқып бастаймыз. 2 галочка қалыптастырып, бір бос орын тастау арқылы тоқимыз. Видеодағыдай етіп мұқият қараңыздар. Бірінші галочка, екінші галочка, бос орын. Астыңғы қатардан да дәл солай етіп бос орын тастап, келесісіне кіргіземіз. Бірінші галочка, екінші галочка. Үстінен де, астынан да бос орын. Бірінші галочка. Екінші галочка. Және бос орын. Осылай етіп, қатардың соңына дейін 2 галочка бос орын, 2 галочка бос орын етіп тоқып шығамыз. Соңғы қатарымызды тоқыдық. Енді қалдырған бос орындарымызды санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 3 қатар ілгек ілеміз. 1, 2, 3. Айналдырамыз. Бірінші қалдырған бос орынға кіргіземіз ілгекті. Артқы бөлігінен қарағанда қарап алыңыздар мұқият. Бос орындарға ілгекті кіргіземіз. Енді негізгі жіпті ілгекке айналдыра отырып, артқы видеода көрсетілген бұрыштан іліп аламыз. Бұл кезде бізге екінші крючок қажет болады. Жіпті іліп алып шығарамыз. Оң бетін айналдырып, міндетті түрде жіптің оң бетін айналдырып, үстіңгі ілгектегі жіптің үстінен айналдырып әкеліп, дәл сол тесікке қайтадан кіргіземіз. Дәл осылай қайталау арқылы ілгектің үстінен 4 рет жіпті, негізгі жіпті өткізіп, үлкен мамық қатар қалыптастырамыз. Видеоға мұқият қарап отырыңыздар, қайталап көріңіздер. Бұл бізде 4-ші қатар негізгі жіпті айналдыруымыз. Енді негізгі жіпті ілгекке іліп ала отырып, оны оңды солды бұрау арқылы шығарып аласыздар. Күшті талап етеді, сондықтан мұқият болыңыздар, жіптеріңіз ілгектен шығып кетпесін. Барлығын до конца шығарып тастамайсыздар. Негізгі ілгекте бір жіп қалуы қажет. Шығарған негізгі жіппен бірге екеуі болады. Осы негізгі жіпті ілгектен шығарып, қосымша 2 рет іліп аламыз. Сонда бізде барлығы 3 болды. Келесі тесікке ілгекті кіргізіп, бірінші қатарда тоқығанда етіп тоқитын боламыз. Міндетті түрде негізгі жіпті осы бөлікке іліп алып тоқимыз. Енді негізгі жібімізді ілгекке айналдырып іліп аламыз. Және де артқы бөліктен бірінші қалыптасқан мамық қатардың астыңғы жағындағы видеода көрсетілген бөлікке ілгекті кіргіземіз.
Осылайша бірінші қатарда тоқығандай етіп қайталап тоқимыз. Негізгі жіптің оң жақ бетін ілгектің үстіндегі жіптің үстінен өткіземіз және де артқы бөліктен тартып шығарамыз. Артқы бөліктен шығарған жіпті ілгектің үстіндегі жіпке емес, ілгектің өзіне іліп аламыз және де кері айналдырып, қайтадан ілгек арқылы бергі бетке шығарамыз. Сол шыққан жіпті қайтадан оң жағынан айналдырып, жіпті оң бетіне айналдырып, ілгектің үстіндегі жіптің үстінен өткіземіз және де шыққан бөлігінен қайта тартып, артқы жіпті ілгектің өзіне айналдырып ілеміз. Осылайша біз 4 рет жасаймыз. Яғни бір қатарда 4 рет айналған жіп болуы қажет. Сол кезде жасаған, тоқыған сөмкелеріңіздің қатарлары мамық әрі сүйкімді болып көрінеді. Екінші қатарымыздың 4-ші жібін ілгекке іліп алып, оны оңды-солды айналдыра отырып шығарамыз. Яғни ілгекте шығарылған жіппен бірге екеу болуы қажет. Оған негізгі жіпті айналдырып, 3 рет іліп алу арқылы тоқимыз. Әрбір қатарда осылай 3 рет іліп аламыз, мұқият болыңыздар. Енді келесі бөлікке кіргіземіз ілгекті. Негізгі жіпті шығарамыз және қайтадан іліп алу арқылы тоқимыз. Әрбір қатарды дәл осылай етіп соңына дейін тоқып шығамыз. 6 қатарды әдемі етіп тоқып шықтық. Енді 7-ші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін мұқият қарауларыңызды сұраймын. Үстіңгі қатардағы алғашқы 2 жіптен ілгекті өткіземіз. 1, 2. Негізгі жіпті ілгекке іліп ала отырып шығарамыз. Айналдырып тоқимыз. Дәл осылай алдыңғы қатардағы, мамық қатардағы астыңғы бөліктен ілгекті кіргізе отырып 4 рет тоқимыз.
Соңғы қатар өзі сәл қиындау болады. Ол үшін екінші ілгектің көмегімен бұрыштағы жіпті шығарып алу арқылы тоқимыз. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Бізде бірінші қатарымыздың ең соңғы 7-ші мамық қатары. Тоқу барысында қысылып қалған жіптерді қолымызбен шығару арқылы түзетсек болады. Енді екінші қатардың мамық қатарларын қалай тоқимыз? Ол үшін ілгекке негізгі жіпті 3 рет ілу арқылы тоқимыз. Оны кері айналдырып, видеодағы көрсетілгендей мынадай үлкен бөліктерден ілгектерді кіргізіп алу арқылы тоқимыз. Яғни ілгекті осы бөлікке кіргіздік, негізгі жіпті іліп алу арқылы шығардық, және негізгі жіпті ілгекке іліп, кері айналдырып, астыңғы бөліктегі бірінші қатардың 7-ші мамық қатарының жанындағы жіптен екінші ілгекті шығару арқылы тоқимыз. Негізгі шыққан жіпті ілгектің үстіндегі жіптен өткізбейсіз, ілгектің өзіне ілесіз. Оны кері айналдырған кезде ғана ілгектің үстіндегі жіптің үстінен өткізу арқылы тоқисыз. Себебі бұл бізде сөмкеміздің оң жақ беті болып саналады. Әрбір жаңа қатар басталған кезде оң жақ беттегі қатарды тоқып жатқан кезіңізде ілгектің үстіндегі жіптің үстінен өткізу арқылы тоқисыз. Ал ішкі бетіндегі қатарлар тек ілгектің өзіне іліну арқылы тоқылады. Ал енді екінші қатарда негізгі жіпті қай бөліктен кіргізіп шығаратындарыңызды білмей отырсыздар ғой. Олай болса қараңыздар, мінекей, осындай ашық бөлік тұрған жерден екінші ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті сол жерден шығаратын боласыздар. Бұл әрбір қатар тоқылған кезде дәл осындай бөлік қалыптасатын болады. Сондықтан видеоны мұқият қарау арқылы тоқуға кеңес беремін.